Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өзімнің балама қалай асқабақтан езбе жасап беремін, сол жайлы бөліскім келіп тұр. Ал ендеше бірге жасап көрейік. Кішкене кастрөлге жетерліктей асқабағымызды салып аламыз. Сонымен су құйып қоямыз. 10 минуттай қайнатамыз. 10 минуттан кейін оны сүзіп аламыз. Жалпы асқабақтан езбе өте пайдалы. Әсіресе балада запор болған кезде берсеңіз, баланың ішек жолдарына өте пайдалы. Қазіргі кезде білесіздер, жидектерден, жемістерден, жаңағы көкөністерден езбелер магазинде өте көп, түрлерде көп, бірақ та бағалары қолжетімсіз, иә. Каждый раз ала беруге ол енді қарапайым адамдарға өте қолайсыз. Сол себепті үй жағдайында асқабақтан, сәбізден осылайша езбе жасап берсеңіз болады. Балаңызға өте пайдалы. 10 минут қайнатқаннан кейін сүзіп аламыз және ыдысқа салып осылай шанышқымен еземіз. Дәміне қарай қант, кішкене қант қоссаңыз болады. Негізі асқабақ өзде тәтті ғой. Кішкене ғана қант қосып, сүт қосып берсеңіз болады. Фантазияңызға қарай жасап көрсеңіз болады. Неғұрлым осылайша асқабақтан, сәбізден, жаңағы цветной капуста қосып, өзіңіз балаңызға жасап берсеңіз, пайдасы өте зор. Көбінесе жас аналар прикорньды қосымша тамақтандыруды 6 айдан кейін бастап жатады. Алғашқы кезде баланы неғұрлым осындай көкөністен жасалған езбелерге үйретсеңіз өте жақсы. Сразу мен өзімнің басынан өткен, сразу жидектерден, жемістерден балаға алып бере берсеңіз, бір шетінен ол соған үйреніп алады. Одан кейін бар осы көкөністерден езбе жасап беретін болсаңыз, ол жегісі келмей, түрін бұзып, сөйтіп жегісі келмейді. Ал сразу жаңағы 6 айдан кейін тамақтандыруды осы бірінші көкөністен бастаған өте дұрыс. Балаға және организміне, баланың дамуына, өсуіне, ішек жолдарына өте пайдалы. Жаңадан босанған құрбыларыңыз болса, осы видеомен бөлісіп қойыңыз, біле жүрсін. Ал сіз қосымша тамақтандыруды неден бастадыңыз? Көкөністен бе, или жемістен бе? Қандай езбелерді жасауды білесіз? Сол жайлы міндетті түрде өз ойыңызды комментарийге жаза кетіңіз. Бір-бірімізбен ақпарат алмаса отырайық, басқа аналар да көрсін, біле жүрейік. Егер де осы видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуіңізді сұраймын.